Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Бала, мен нан алып келейін, сен мен осыны жақсы ма? Жарайды. Мы жеті жүз. Сүт қанша тұр? Келесі. Так. Ну, не? Ой, кешіріңіз. Ой, жаным, балам. Мынау сүттің бағасын білесің ба? Жоқ, ал чегіңіз қайда? Сол жерде жазылған еді ғой. Чек маған берген жоқ. Қалай берген жоқ? Сізге чек беру керек еді. Қазір тоқтатып тұрыңыз, апа. Балам, не істеп жатсың? Сізге чек беру керек еді. Чек дегеніміз бұл тауарды сатып алуды және қызметтер растау болып келеді. Ең алдымен ол сіздің құқығыңызды қорғауға қызмет етеді. Бұл сіздің ақшаңыздың бір бөлігінің мемлекеттік бюджетке түсетініне кепілдік береді. Ал ол жерде оны қандай да бір әлеуметтік бағдарламаларға жұмсайды. Мысалы, ойын алаңға немесе басқа да нәрселер салынады. Бұл маңызды, түсінесіз бе? Мұны бәрін сен қайдан білесің, а? Теледидардан көрдім. Мен өте зерек баламын, оқуда озатпын. Мінеки, шағымды жібердім. Енді бұл мәселе бақылауға алынады. Алмаған сол үшін 1000 теңге сыйақы беріледі. Бақытты бол. Тоқтай тұрыңыз. Сіздің телефоныңызға қосымшаны жүктеп берейін бе? Ой, ол мені бәрібір түсінбеймін. Түсінесіз, ода бәрі оңай, мен сізге көрсетемін. Телефоныңызды беріңізші. Берейін бі? Иә, беріңізші. Қазір. Мінеки. Вайпом кэшбэк тегін мобильдік қосымшасын қолдану оп-оңай, әрі оны App Store және Play Market'тен жүктеуге болады. Видеоны түсіріп жүктейсіз. Қажетті ақпаратты бос орындарға толтырып, жылдау батырмасын басасыз. Рахмет, балам. Оқасы жоқ, біз салық төлеушілерміз. Сондықтан жауапты болуымыз керек, ал жауапкершілік марапатталу керек. Балам-ау, расында да сен ақылдысың. Сау бол. Сау болыңыз. Азаматтық бақылау чекті талап ет. Так. Қазір айфонды қосып алайын. Сәлеметсіз бе? Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз.